Алдын арнамызда Ерлан Төлеутай атты кісінің Қонаев туралы айтқан сөздерін арнамызда жариялаған болатынбыз. Соның жалғасын тыңдауды ұсынамыз. Кейін бұл жайында марқұм Балташ Тұрсынбаев мынандай әңгіме айтып еді. Қонаев орнының алынысымен оны әке-көке деп жүргендердің барлығы оның маңынан безіп кетті. Қасында тек Олжас Сүлейменов екеуміз ғана қалдық. Екеуміз үйіне барып, хал жағдайын біліп, әңгімелесіп тұрдық. Сондай жүздесулердің бірінде Қонаев Назарбаевты билікке әкелгенім менің өмірімдегі ең үлкен қателігім болды деген екен. Осылайша Қонаев ауырған рушылдық дерті оның өзіне еш опа берген жоқ. Қайта оның түбіне жетті. Шын мәнінде Қонаев ешқандай қазақ емес еді. Замандастарының айтуынша 1940 жылдардың билік баспалдағымен қауырт көтеріле бастаған Қонаев 1949 жылы төлқұжатына өзін қазақ деп жазғызып алған. Бұға дейін ол татар болып келген. Мұны өзінің замандасы әрі ұйғыр мектебінде бірге оқыған кластасы Исмаил Юсупов те Қонаевтың ауылдасы, кейіннен оппозицияға кетіп, Қонаев пен Назарбаевты аяусыз әшкерелегені үшін диссидент атанған Кәрішал Асановты өз еңбектерінде дәлелдеп жазды. Бұл жалған десеңіздер, өткен жылдары әлеуметтік желілерде Қонаевтың гаплогруппасын зерттеген мамандардың мақаласы жарық көргені естеріңізде шығар. Сонда Қонаевтың татар текті екені анық көрсетілген. Соңғы технология жетістіктеріне сүйенген ғылым осылай деп жатса, Қонаевты қазақ деп жаулаулатқандарға не жорық? Шынында да Қонаевты қазақ дегеннен бізге не түседі? Қонаевтың саяси қызметінен, оның ел басқарған жылдарының алатын бірақ ғибрат бар. Ол көмекей әулие Бұқар жыраудың жатқа тізгін бермеңіз, жаламен бас кетер деген қазіргі ақ ордамыздың маңдайына жазып қояр өсиет. Кенесары хан қырғыздың қолынан қазаға ұшыраған сонау 1847 жылдан жатқа тізгін беріп келдік қой. Содан қазақ не ұтты? Құтты ерлерін қор қылғаннан басқа түкте. Жатты төбеге көтеру, құтты ерлерді қор қылу дәстүрі мына тәуелсіздік заманында әлі де қарқынды жалғасуда. Олай болмаса Назарбаев тұсында Еркін Әуелбек, Заманбек Нұрқадылов, Алтынбек Сәрсенбаев, Ақселеу Сейдімбек, Болат Атабаев, Арон Атабек сынды тағы басқа ел үшін туған асыл ерлер бірі құсадан, бірі оқтан, бірі абақтыда шіріп өлер ме еді? Голощекиннің жиені Машкевич, оның сыбайластары Шодиев пен Ибрагимов, Миттал, Ким секілді жат жұрттық алаяқтардың қолынан еліміздің жер асты, жер үсті байлығын беріп қояр ма едік? Егер билік құтты ерлердің қолында болса, бұлардың бірінде билік пен қазынаның маңына жолатпас еді ғой. Жоқ, олай болмай шықты. Назарбаев билік құрған дәуірде бар байлығымыз ұстағанның қолында, тістегеннің аузында кетті. Жаттың қолында кеткені сол емес пе? Қонаевтың тұсында қазақтың ұлттық байлығының 93% Мәскеуге кетіп отырды. Осылайша қазақ халқы өз байлығының 7%-мен ғана күн көрді. Ал Назарбаев тұсында бұл әуелі 3%, сонан соң 1%-ға түсті. Осы цифрлар сіздерді ойландырмай ма, қазағым? Қонаев тұсында қазақ байлығы одақты асырауға жұмсалса, Назарбаев заманында әлемдік алпауыттар мен трансұлттық компаниялардың жеміне айналдық. Шын мәнінде соңғы 30 жылда қазақ социализм мен капиталистік формацияға, одан феодалдық формацияға, одан құл иеленушілік қоғамға дейін кері кеттік. Ғылым тілінде мұны регресс, яғни кері кетушілік дейді. Қазақтың 30 жыл құл болғанын, 50 мың теңге жалақыны қанағат тұтып келгенін, ел байлығының өз халқына жаны ашымайтын, арамның байлығын 162 олигархтың қолында шоғырланып келгенін былтырғы баяндамасында қазіргі президентіміз Тоқаевтың өзі мойындады емес па? Міне сіздерге әкелі балалы Қонаев пен Назарбаевтың істеп кеткені. Әкелі балалы дейтініміз 1982 жылы Қонаев өзінің 70 жылдық тойында күллі парт номенклатураның алдында Назарбаевты балам деп жариялады да, бұл енді менен кейінгі билік Назарбаевқа тиесілі деген сөз еді. Өзіне оқтай болып тиген осы сөзінен кейін Қонаев арада 4 жыл өткен соң биліктен айырылды. Оны жоғарыда айттық. Егер сол күні Қонаев Назарбаевты балам деп айтпаса, оны билікке жолатпай, орнына арлы, ұятты, ең бастысы мемлекетшіл басқа бір азаматты баулығанда, тәуелсіз қазақ елі бұл күнде басқаша дамып, өзгеше өркендер еді ғой. Қазіргідей түпсіз жемқорлар мен ордалы жыланды кландар билікке келмес еді ғой. Жемқорлар демекші, Қонаев қазақтың мәңгілік сорына, бұл түбі мәңгілік сормыз болмақ. Назарбаевтай жемқор басшысыны дайындап кетті. Назарбаев өзінің 30 жылдық билігінде өз маңайына кілең жемқорлар мен жарамсақтарды жиды. Жемқор министр, жемқор әкім, парақор прокурорлар мен соттардың ұлы армиясы осы Назарбаев тұсында жасақталды. Хам дәуірледі, әрі гүлденді.
Енді қазаққа жуық арада бұл жемқорлық індетінен құтылу жоқ. Себебі қазақ қоғамын дендеген жемқорлық дерті ұлттың еті түгелі сүйегінен өтіп кетті. Жемқорлық қазақ қоғамының ең ауыр, ең айықпас кеселіне айналды. Мұны тек пәрменді шаралар арқылы жоюға болады, бірақ бұған ел билігінің саяси жігері жетер емес. Жуық арада жетпейтін шығар. Себебі мемлекеттік тетіктерді түгел билеп алған ұжымдық Назарбаевшылдық бұған жуық арада жол бермейді. Оған ұрпақтың ауысқаны керек еді. Алайда ұрпақ ауысатын күн әлі қазаққа армандай алыс сияқты. Себебі мұратсыз әкелердің ол да өзіндей ит болсын азғыр деп тәрбиеленген балалары көшкен селдей жөңкіліп билікке келуде. Ал саналы білімді жастар лек-легімен елден кетуде. Себебі олар қара бақайына дейін коррупция жайлаған елде қала берсе, жемқор көкелерінің жемі болатынын біледі. Бұған енді не шара? Дегенмен сөзімді оптимистік нотада аяқтағым келеді. Жазбамның басында Қонаевтың туған күнінде тұңғыш президент туралы заңсыз заңдар жойылды дедім ғой. Я, мұнда оң нышан бар. Себебі қарап отырсақ, Қонаев-Назарбаев тандеміне 2022 жылы 60 жыл толған екен. Қазақ ұғымында 60 жылды бір заман болып саналады. Айтпақшы, қазақ ұғымында 60 жылды кіші заман, 300 жылды ұлы заман дейді. Мәселен, 1723 жылы Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұлама, биыл яғни 2023 жылы 300 толмақ. Қарап отырсақ, 1723 жылдың айы мен күні биылғы 2023 жылдың айы мен күнімен дәлме-дәл қайталанады, яғни 300 жылдың ұлы заман, толық цикл дегеніміз осы. Осы тұрғыдан келсек, 1960 жылдар басталған кейінгі кіші заман, Қонаев пен Назарбаев билік құрған 60 жылдық кезең 2022 жылы өз мәресіне жетті, яғни аяқталды. Енді биылдан қазақ үшін жаңа заман басталды, және бұл заманда билік біртіндеп Тоқаевтың қолында көшуде. Тоқаевтың қандай басшы боларын уақыт көрсетеді. Дегенмен ол кісі өзін жаңа заманның басы екенін сезіну керек, әрі осы жаңа дәуір мен қазақ мемлекетінің келешегі үшін жанқиярлық іс қылу керек. Басқа жол жоқ. Ол үшін мынаны мұратсыз әкелердің мәңгүрт балаларын емес, құтты ерлерді жию керек. Қазақта құтты ерлер құрып кеткен жоқ. Ел болса ер туғызбай тұра алмайды дегендей, мұндай ерлер ел ішінде аз болса да бар. Дәтке қуат, соңғы кездері олар аздап болса да билікке келуде. Бұл да оң нышан. Менің осы жазбамнан соң Қонаевшылардың өре түрегелетінін білемін. Түрегеле беріңіздер. Менің айтып отырғандарымның түгелі шындық. Дегенмен қазақ қоғамы әлі де толық болып қалыптасып болмаған балаң ұлт болғандықтан шындықтың көзіне тура қарай алмай келеміз. Қонаевшылдарға қазақтың елдігінен өз руының намысы қымбат. Бұл да бір қазақтың дерті. Бұл кезеңнен өтуіміз керек, өтіп те жатырмыз. Соның бір айғағы, кезінде рушыл болған азаматтар бұл күнде елшіл болуда. Олар кезінде өздерінің рушыл болғанына қысылады. Сөз жоқ, бұл оң үдеріс. Өстіп түбінде бұл дерттен де арылатын боламыз. Басқа жол жоқ. Ертеде қазақ хандығы құрылған заманда алаш демеген адамды әкең де болса ұрып жық деген ұранды сөз болған екен. Ал біз білетін Қонаев ешқашан алашым қазағым демеген екен. Соның айғағындай, ол билік құрған дәуірде қазақ тілін қолдау мақсатында жарты парақ қаулы, жарғақ бет қарар жарық көрген емес. Ащы болса да шындық, қазақ тілінің мәртебесі туралы алғашқы қаулы келімсек Колбиннің кезінде шықты. Осындай Қонаевты ұлт көсемі қылғысы келетіндерге таңғаласын. Қазаққа жаны ашымаған Қонаев бар болғаны Мәскеудің айтқанына бас шұлғумен, қазақты орыстың алдына шығып берумен өткен адал коммунист қана. Әйтпесе Назарбаев құсап 30 жыл билікке отыра ма? Мәскеудің қазаққа жасап жатқан әпербақан шовинистік саясатына, қазағының жерін жатқа жем қылмас үшін қарсы шыққан Жұмабек Тәшеновті Кремль бір күнде биліктен қалдырған жоқ. Ал өмірі Мәскеудің қабағын қалтықсыз баққан Қонаев ширек ғасыр бойы биліктен айырылмай келді емес пе? Баласы Назарбаев болса әкесінен де асып түсті. Асып түскені сол өзін төбесіне көтерген аңқау елін әбден құл қылған ол қазақты 30 жыл бойы аяусыз билеп төстеп жаншумен болды. Өкінішке орай Қонаев ширек ғасыр басқарған кезеңге әлі де әділ тарихи баға берілер емес. Дұрысы мынау, бұрысы мынау делінген жоқ. Қазір барлығыңыз Назарбаевты тілдеріңіз жеткенше жамандап, сөздеріңіз жеткенше қаралап жатсыздар. Ал оны балам деп әспетте билікке әкелген, сөйтіп қазақтың түбіне жете жаздаған Қонаев туралы ештеңе дегілеріңіз келмейді. Қайта одан ұлы тұлға жасауға ұмтылып қоймайсыздар. Бірақ Қонаев ешқашан ұлы тұлға бола алмайды. Басқасын былай қойғанда, Қонаевтың Назарбаевты билікке алып келген қазақ халқының алдындағы бір ғана жауапкерсіздігі, осы айтқандай қателігі, оны қазақ қоғамына ешқашан ұлы тұлға қылмақ емес. Ол Назарбаевтың қазаққа құт емес, жұт болатынын білді.
Тіпті бұл жайында оған ескерткендер де болған деседі. Мәселен, Назарбаевты балам деп жариялаған соң, Қонаевтың туған қарындасы ағасына «Мынаның көзі бір орында тұрмайды екен, түбі сізді бұл сатып кетеді» деген көрінеді. Алайда қауіп білдірген мұндай сөздерге Қонаев құлақ аспады. Ақыры қарындасы айтқандай болды. Қарағандыда Тәшеновтың аталас туысы Сәбит есімді ағамыз тұрды. Бірде ол кісі маған «Ағаларым Сараның қызметтегі туыстары жас кезінде Назарбаевты Тәшеновтың алдына алып барыпты. Сонда Тәшенов мыналарыңның көзі алақ-жұлақ етіп тұр екен. Мынаның түрімен елдің түбіне жетер. Мұны маған неге әкелдіңдер, алып кетіңдер деп ренжіген көрінеді. Бұл Тәшеновтың билік иелерінде болатын кісі танығыштық қасиетін көрсетеді. 25 жыл ел басқарған Қонаевты да кісі танымаған деп әсте айта алмаймыз. Дегенмен өз айтқандай, билікте ұзақ отырған адамның көзін шел басады ғой. Тәшенов таныған қазақ халқының келешек 30 жылғы сорын Қонаевтың танымағаны өкінішті әрине. Қалай десек те, 60 жылға созылған Қонаев-Назарбаев заманы аяқталды. Қазақ үшін жаңа заман басталуда. Кешегі тұңғыш президент туралы заңсыз заңның жойылуы осыны меңзейді. Ұзағынан сүйіндік.